тренд сөз болды ғой жаңағы туристер кетіп қалды, газ әлі жоқ, газ айда деген. Газ да бар ғой. Ол күшті дұрыс сұрақ. Сіз мәселесін қалай қыласыз? Былтыр енді жетіспеушіліктер болды. Үлкен процесс деп айтуға болады. Себебі әрбір келген автогаз құю бекетіне келген сұйытылған мұнай газдары сол жерде орналасқан халық санына қарай, келім кетім автокөліктерге қарай тұтынуына байланысты. Тренд сөз болды ғой жаңағы туристер кетіп қалды, газ әлі жоқ, газ айда деген. Сол сөзге қалдық негізінде. Он автогаз құю бекеті ашық тұрған болса, оның көлемі 45 автокөлікке жететін болса, оны келіп 90 автокөлік келіп бір құйып кеткенде, ол оның мысалға үшеу ашық қалып қояды. Сосын күнделікті келіп тұрғанда екі жаңағы автогаз құю бекетіне газ келеді, ол мысалы бесеу болады. Сол кезде тағы 90-нан шейін келеді, оны қайтадан азайтып кетеді. Сөйтіп оның саны ашық тұрғандардың саны азайған кезде кезек пайда болады. Бұл неден болады? Бұл дейтін мысалға жаз мезгілдерінде білесіздер, жаңағы автокөліктердің қозғалысы өте көп. Бұл жаңағы сырттан келіп жатқан туристердің, көлікпен келіп жатқан, мысалға бұл ешкімге жасырын емес. Былай да Бағдаршамда тұрғанның өзінде былай қарасаңыз 4-ші регион деп, былай қарасаңыз 6-ші регион деп мысалға тұрады. Менің жеке өз басымның мысалға есептеуім бойынша соңғы жылдары көлік қозғалысы өте көп. Көлік қозғалысының ұлғайған кезінде ол өзінің әсерін береді. Сол кезде біз қосымша өнімдерді сұраймыз. Сол қосымша газ көлемі келіп, ол да тағы бір ай жарым айналған кезде ол өзі баяғы орнына қайталып береді. Мынадай видеолар болды да, міне біз дейтін бір турист жоқ ал Агзесте, қайда заправкада, қайда газ қайда деген сұрақтар болды да. Енді оны бүйтіп отырып, жаңағыдай бүйтіп ручкамен сызып, міне көрдіңіз бе, мынау былай деп есептеп келіп, мысалға қазір 184 мың көлік бар ма Маңғыстау облысында, соның 103 мыңы ресми жаңағы газ баллондарымен қондырылған. Қазіргі таңда мысалға транзиттік көліктер өте көп. Олардың соңғы 3 жылда 20 мыңға жуық границадан не өткен, шекарадан осы Маңғыстау облысына қарай 20 мыңдай көлік өткен. Оның қаншасы Маңғыстау облысында жүр? Оның қаншасында газ баллон бар? Оның мысалға тағы несі жоқ, санаты жоқ, мәліметтері жоқ. Сондықтан Қазақстан бойынша біз ең ірі сұйытылған мұнай газ көлемін қолданып жүрміз. Яғни бізге жоспарлы түрде бөлінеді 18 мың тонна қосымша газ көлемі бөлінеді. Ол жерде 500 тонна мен 2000 тоннаның арасында бізге ай сайын бөлінеді. Кешегі мысалы Өзен қаласында болған жағдай бойынша мысалы билердің салақтығынан деп айтайын. Газ шығып кетеді ме? Газ шығып кетеді. Мысалы сол кезде мысалы кім айыпты, өрт болып кеткен жағдайда адам өлім шығын болған жоқ құдай сақтасын. Болып кеткен жағдайда қалай болады? Мысалы кейбір мысалы енді шындығын айту керек, кейбір газ заправкалардың қасына барсақ, былай айтқанда дамып кеткен. Яғни бәрі жолы бар, келдің құйдың жолы қалай болса солай. Сыртында қоршаны болу керек, заң талабында қоршаны жоқ. Мысалы соны бір стандартқа келтіруге болмай ма? Әлде жаңа біздің қазақта айтқандай теме жаным теме шығып кетер деген сияқты біріміз қорқып ертең ана жерге сөйлеп қалса, мен орнынан босатып жіберді, я болмаса мына тыныш отырсыншы, газовиктер айқай шығармасыншы, түсінігі бар ма ол қалай емес? Қой жоқ, ол әңгіме жоқ. Енді бір кісінің немесе бірнеше қандай да бір топтың келіп өзінің жұмысын батпай жатып, ол жұмысқа қарап босатып жібермейтін шығар деген үміттеміз енді. Бірақ жаңағы белгілі бір стандарттарына бар, әрине оның өздеріне қатысты жаңағы жұмыс жобасы жасалады, сол жұмыс жобасына қарай соларды іске қосу керек. Қатты жабынды дейді, ол жерде міндетті түрде асфальт емес, басқа да қатты жабындылармен қамтамасыз етілу керек. Бізге бұл құзыреттілік осы 2025 жылдың қателеспесем осы наурыз айында келді біздің басқарма. Бұған дейін айтып өткен, бұған дейін де жүрген жұмыстар бар, біздің кезімізде де қазір жүріп жатқан жұмыстар бар. Сондықтан оларға негізінде біркелкі заңмен қарастырылған. Каскі басқармасы бар, жергілікті аудан қалаларда архитектор бөлімдері бар. Солармен толық жоба осының мемлекеттік сараптамадан өткізілген жұмыс жобасымен бірдей деп зордың өзі қарап, өзінің жауапкершілігіне алып, мысалы ол содан кейін ол мен айтқым келіп отырған ол бірнеше госорганнан өтеді. Ал бізге ең соңғысы ол керек негізінде. Сосын сол жерде енді іске қосылады. Ал сонда бірнеше госорганнан өтіп келгенде бәрі көз жұмып қарайды да ана нәрсеге. Мысалы заводы жоқ, сырты қапталмаған, келген көліктің еші жоқ, ол бәрі заң талабында. Мен мысалы айтсам газоправка саламын десем, маған перечень береді ғой енді, тізбек береді. Тізбек бойынша мен жасамын дейді. Сонда жасадым деп келемін да, бірақ маған газ керек деген сонда печать болып береді, бәрі жасалып жатыр. Оны мысалы таңда газ қойып соңғы қойуға береді. Дұрыс па? Мен түсінігім бойынша. Бұл жерден свалочный құрылыс еш шығып тұр ғой. Жасалмаған деп тегін машинасына газ алатын шығар. Тегін машинаға заправка алуға ешкім басымен жалпылама сөздер ғой бұлардың барлығы. Біріншіден автогаз құю бекеттеріне негізінде сыртына қоршау салынбайды, қатты жабынмен. Себебі енді ана жерде газ өнімі болғаннан кейін ол жерде бүйтіп жаңа қандай да бір төтенше жағдай болған кезде газ ұйып тұрмау керек та. Сондықтан енді ол жерде оған көп жағдайда бұларға забор салынды. Ал енді от қауіпсіздігі, оларға жаңа керекті судың резервуары, қатты жабынды емкісттерінің көлемдерінің барлығы сақталады. Төтенше жағдайлар министр департаментінен өтеді. Сол жерде бұлар әрбір жаңа қойылған бочкалардың өзін барып қарайды. Қызған машинаға барып газ алышады. Ауылдың ішінде жоқ асфальт, кішкентай бір учаскеде асфальт салып қойған
мысалға оның әдеттігі бар ма әдеттігі жоқ па деген сияқты қаланың іші ол міндетті түрде қатаң бұл жағдай мысалы Тельманға қарай шығатын болсақ, мысалы ұлы жолдың бойында, иә, Түпқараған ауданына жатқанымен Ақтау қаласының шекарасына жақын тұрған нәрсе, орталық мысалы сол бойында да бар.